Ассаламалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеоның тақырыбы өте қызықты болды деп ойлаймын. Айтпады демеңдер. Біліп тұрып айтпады мұны дегендей мағынада қойылды бұның видеоның аты. Бүгін айтайын деген тақырып бұл шлакоблок жайында. Борттарымыздың айналасын шлакоблок қою. Мінекей, қарасаңыздан былай шетіне шлакоблок қойып шықтым. Бұл шлакоблоктың бір жақсы жері өзім байқағаным. Борттың шеттері жаңа кеуіп кетпейді екен. Қараңыздар. Егер шлакоблок жоқ болса, мынау қия болып тұрады ғой жаңағы. Біздің көңіміз болса қия болып тұрады да, жаңа шеттері жаңағыдай не дейміз, құрғақ кетеді, кеуіп кетеді. Сосын мынау ары бері мына жаққа жүрген кезде жаңағы жел болады, басқа болады, осылай жайлады екен жаңағы. Енді не жоқ та, ограничение. Ал енді осы шлакоблокты қойып қойдым да мен. Енді беймарал өзіме де аккуратно, төбеде тұрған шолашандарға да аккуратно. Жаңа бір әдемі болып, жаңағы көңіл күйдің жақсартып тоже әдем болып тұр. Адамдарға көрсеткенге де жақсы екен. Жаңағыдай. Бұлайша енді бір немен бөлсек, не болып атқанмен жаңағы қандай өзгерістер бар, басқа не. Мына жақта төбесін қалың шөппен жауып қойдым. Күн ысып жатыр бізде. Осылай қалың бір аударып шықтым да жаңағыдай қалың шөппен жаптым. Майда шуалшандар өте көбейіп кеткен. Бір видеода көрсеткенем ғана 1 теңгелік шуалшан дегендей. Бұлай шетінен ашып көре береміз жаңағыдай. Қызықты бәр. Өте активный шуалшандар. Күн жылы болған соң. Шөп салған соң арасында температура уже сезіліп тұр, сәл салқын болып, әдем болып тұр. Мінекей қарасаңыздар, камера көрсетпей атқан шығар өте. Бірақ майда шуалшандар түфай енді көбейіп жатыр. Әңгіме жоқ. Көбеюінде мінекей шуалшандар. Сол видео қысқа нұсқа болды. Айтайын деген жаңағы қайттан қорытындылай кетейін. Шлакоблокпен егер осылай қоршақ қоятын болсақ, бізге өте ыңғайлы, әдемі, шуалшандарға да ыңғайлы, бізге де ыңғайлы жаңағыдай. Қарауға, суғаруға жаңағыдай. Сосын бір айта кететін жағдай, егер қатты жаңбыр болатын кезде, шуалшандар қашады екен. Шуалшандар өте енді 3-4 күн егер жаңбыр жауатын болса, шуалшандар қашып, неғылады, сол кезде де осы шлакоблоктың жаңағыдай пайдасы тиеді. Қашып кетпейді да шуалшандар. Егер шлакоблок болмаса, шуалшандар осылай жерге шығып кетеді. Сосын құстар нелер жеп кетеді екен. Соны болдырмас үшін де осы шлакоблок пайдаландық. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Видео қызықты болды деп ойлаймын, пайдалы. Лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар, комментарияға өз ойларыңызды жазып өтіңіздер. Сау болыңыздар.